Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың «Батыр баян» поэмасы. Оқу мақсатымен танысыңыздар. Мағжан Жұмабаев алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Қызылжар өңірі Сасықкөл жағасында Әбілмағжан атты ұл саудагердің шаңырағында дүниеге келеді. Атасы Жұмабай қажы оны Мағжан деп еркелетіп, сол өңірдегі зиялы молдаларды оқытады. Есейе келе Мағжан медреседе оқуын жалғастырып, Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс мәдениетінің жауһарларымен танысады. 15 жасында қазақ ғұламасы Абайдың шығармашылығына тәнті болып, атақты ақын сөзі алтын хакім Абайға деп өлең жазады. Тіпті сол жылдары Уфадағы атақты Ғалия медресесінде бірер жыл оқып, сол жерде ұлттық түркілік болмысын қалыптастырады. Алайда Мағжанның оқу мәселесінде қиындықтар туындайды. Болыстық жолға түспей, әлеуметке бет бұрған ұлына әкесі көмектесуден бас тартады. Өз көзқарасынан айнымаған Мағжан Омбыдағы мұғалімдер семинариясын бітіріп, небәрі 19 жасында Шолпан атты алғашқы өлеңдер жинағын шығарады. Мағжан қазақ даласында болып жатқан саяси жағдайларға белсене араласып, Балапан, Шолпан, Сана, Ақ мола туы, Қазақ газеті секілді газет-журналдарда қызмет атқарады. Мектеп оқушыларына, мұғалімдерге арнап педагогика, бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөнінде еңбектерін жариялайды. Кейін Мәскеуде жоғары әдебиет көркемөнер институтын оқып бітіреді. Ол жерде орыс, Еуропа әдебиетін зерттеп, орыстың мәдениет қайраткерлерімен достық қарым-қатынаста болады. Михаил Лермонтов, Александр Блок, Максим Горький шығармаларын, Иоганн Гете мен Генрих Гейне поэмаларын қазақ тіліне аударған. Университетте шығыс тілдері бойынша сабақ береді. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы секілді қайраткерлермен байланыс орнатып, алаш идеясын қолдады. Сол кезеңнен бастап Мағжанның шығармалары орынсыз сынға ұшырап, оның жырларын теріске шығаратын қаулы қабылданды. Оның шығармашылық одақ құрсам деген арманы сәтсіздікке ұшырап, жасырын ұйым құрған үшін деген жалған айыптаумен 10 жыл Мәскеуге абақты қайдалады. Орыс қайраткерлері Максим Горький мен Пешкованың араласуымен Мағжан мерзімінен бұрын бостандыққа шығады. Алайда тырл өтір өтпестен халық жауы деген жала жабылып, Мағжанның шығармалары дүкендер мен кітапхана сөрелерінен алынып, еңбектері түгелдей өртеледі. Қазіргі уақытта Мағжан Жұмабаев толықтай аяқталып, ұлт болашағы үшін құрбан болған боздақтардың қатарынан табылды. Оның шығармашылығы қайта зерттеліп, білім және мәдени ошақтар, көшелер мен елді мекендер ақынның есімімен аталған. Ақынды құрмет тұтатын Түркия елі 2018 жылды Мағжан жылы деп жариялап, оның өлеңдерін түрік тіліне аударып, жинақ қылып шығарды. Қазақ поэзиясының дүлдүлі, көрнекті қайраткер, ұлт мақтанышы Мағжан Жұмабаев ел есінен ешқашан өшпейді. Міне балалар, Мағжан Жұмабаевтың өміріне қысқаша тоқталдым. Өз беттеріңше тағдыры, шығармашылығы, өмір жолымен танысыңдар. Бүгін біз Мағжан Жұмабаевтың «Батыр баян» шығармасына тоқталамыз. Мағжан Жұмабаев, «Батыр баян», бірінші тарау. Жүрегім, мен зарлымын жаралыға, сұм өмір абақты ғой саналыға. Қызыл тіл қолым емес кісендеулі, сондықтан жаным күйіп жанады да. Қу өмір қызығы жоқ қажытқан соң, толғанып қарауым сол баяғыға. Түйіннің 90 түрлі шешуі бар, әдемі ертегідей баяғыда. Әдемі өткен дойлап айнымасам, сұм өмір күшті уын аяды ма? Ертегі уатпай ма баланы да, сөз сыйқыр ғой, жазбай ма жараны да. Ақында бір бала ғой, айғым тұлған, еркімен
өзі-ақ отқа барады да. Жай тақтақ жабайдан жол қалғанда, қанды ор боп, ақын жолы қалады да. Ойлайды, күңіренет, толғайды ақын, күрсініп көзіне жас алады да. Ақында адамзаттан дос болмайды, жалғыз-ақ сырын сөйлер қаламына. Мен де ойды ағытамын қаламыма, арқаның көз жіберсем алабына. Сарыарқа, сары дария қиыры жоқ, көз болсын қандай қыран талады да. Ішінде сары дария көз тоқтатар, Көкшетау, Сарыарқаның аралы да. Көкшеде күні кеше қойдай өрген, түрлі аң, бөрі бұғы маралы да. Айрылып асау ерке аңдарынан, Көкшенің тас жүрегі жаралы да. Арқада жер жетпейді Бурабайға, бөлінген бұйра сыпсың қарағайға. Бұлт құшқан мәңгі меңзең Көкшетауға, бөлектау ой бауырым дер анадайда. Оқ жетпес, найза қия, қыранға ұя, қарасаң жанның шері тарамай ма? Солардың ортасында Бурабай көл, мөп-мөлдір дөп дөңгелек ұқсайды айға. Бурабай арқа аралы, жер еркесі, ертеде қоныс болған Абылайға. Бауырында Бурабайдың қалың ағаш, Көкшенің жалы менен біткен жалғас. Арудың ақпен өрген тұлымындай, қарағай, қызылғайың тал аралас. Ертеде жел өтпейтін қызыл ағаш, дариға бұл күндерде жап жалаңаш. Балалар, Батыр Баян поэмасында автор өзінің ойын айта келіп, Көкшетаудың табиғатын суреттеп, Батыр Баян поэмасының оқиғасына тоқталады. Бұл поэмада Баян батыр туралы айтылады. Абылай ханның өз заманында аса жоғары бағалаған батырдың бірі Баян батыр. Ол туралы аңыз да, ақиқат та көп. Сауданда мейірімді боп жылады, жел күңірені берденесің құммен жауып. Әлденің толқындар-ау, әлі күнге айтады ерге жырау, ауық-ауық. Ерлерді ұмытса дел сел ұмытпас, ерлерді ұмытса дел жел ұмытпас. Ел үшін жаннан кешіп жауды қуған, ерлерді ұмытса дел шөл ұмытпас. Ел үшін төккен ерлер қанын жұтқан, ерлерді ұмытса дел жер ұмытпас. Арқаның селі желі көлі белау, ерлерді ұмытпас-ау, елді ұмытпас. Міне балалар, ерлердің батырлығы, ісі ешқашан ұмытылмайды екен. Мезгіл екен дәл таң алды, төзім қып Албырт Ноян күтпей таңды. Жүгіріп, жан ұшырып жаяу барып, жылқыдан екі жүйрік таңдап алды. Азырақ азық алып, қару жарақ, жүйрікке әсем абзал тұрман салды. Сөйтті де Сарыарқамен есендесіп, екеуі ескен желдей кетіп қалды. Үзіндіні тыңдап отырсыңдар балалар. Яғни, Ноян қалмақ қызымен кетіп қалды. Неліктен Ноян қалмақ қызымен кетіп қалды? Неліктен Батыр Баян екі жастың өлімге қиды? Яғни, үйге тапсырма балалар. Поэманы соңына дейін оқып, кітаптағы 100-ші беттегі 1-ші, 2-ші тапсырманы орындаймыз. Балалар, сабақтан кейінгі әсерлеріңді кері байланысқа жаза кетіңдер. Назарларыңызға рахмет.